Жалпы өмірді өзгертудің бір ғана алғы шарты бар. Біреу ақ өзі ойды өзгерту болды. Бұл бірақ ең қиын дүние. Әркім әртүрлі жолмен айтуы мүмкін, түсіндіруі мүмкін. Бір өткен тақырыпты 1000 рет естіп отырған сияқты болуыңыз мүмкін. Егер 1045 сабаққа қатысып, осы менің айтқан сөзімді 1045 рет естіп, бірақ әлі ақшаңыз жоқ болып жатса, ол не деген сөз? Сіздің ойыңыз әлі өзгермеген деген сөз. Қараңызшы. Мысалы, бір адам менің қасыма отырады, айтады: Айнұр, сен ана косметологқа баршы дейді. Сосын мен айтамын: иә, қойшы деймін да, өзіммен жұмысымен отыра беремін. Сосын ол айтады: менің бетімді өстіп жасады, сосын қараш, бетімде жалтырап қалды. Сосын мен жеңгемнің беті безеу болып кеткен, оны жіберіп едім, ол да күшті болды дейді. Мен айтамын: жақсы болыпты деп қоямын. Сосын үшінші күн айтады: менің бір құрбым беті әжім болып осындай болып кеткен, содан кейін мен соны жіберіп едім, қазір деген 10 жасқа жасарып кеткен ғой деп тағы айтып жатыр. Сосын мен не істей бастаймын? Қойшы деймін да. Бір күні ол енді менің өзімнің бетіме әжім түсіп кете ма деген бойдарыма тие бастайды оның сөздері. Алдын алады екен, алдын ала барсаң, мүлде бетің қартаймайды екен деген сияқты бірдеңелерді естісем, мен не істеймін? Сол косметологқа уже барғым келеді. Яғни мен ол адамның айтқанына сене бастаймын. Сол сияқты біз бір сөзді миллион рет айтамыз. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Әй, ана Айжанға қарашы. Кеше ғана пол жуып жүрген қыз еді, қазір бір мекеменің бастығы. Немесе мына Назираға қарашы. Кеше ғана сумка сатып жүрген қыз еді, қазір міне үлкен өзінің өнімнің шығарып жатыр. Немесе Назым Әлиге қарашы. Негесе Гүлжанға қарашы. Негесе Аидаға қарашы деген сияқты айта берем. Бір күні болмаса бір күні сіз маған сенесіз, мені тыңдайтын боласыз, менің айтқанымды жасайтын боласыз. Солай емес пе? Солай. Бір нәрсені ести берсек, біз соған сенеміз. Қазіргі қоғамда Инстаграмда ашып қалсаң, педофил, өзінің баласын сатқан, өгей әке, ұрған, өлтірген, алаяқ, сотталған деген дүниені естиміз. Телевизорда ашып қалсақ осы, Инстаграмда ашып қалсақ, ТикТокта ашып қалсақ, қорқынышты айтып жатыр. Біз біртіндеп осыған сеніп жатырмыз. Одан сайын қорқып жатырмыз. Салыстырмалы түрде денсаулығы жоқ адам мен қорқақ адамның айырмасын айтатын болсақ, денсаулығы жоқ адам жазылады. Қорқақ адам болды ғой, ешқандай жетістікке жете алмайды. Ол қорқады. Жұмыс жасайын десе банкрот болудан қорқады. Тұрмысқа шығайын десе ажырасып кетуден қорқады. Адамдармен дос болайын десе сатқындықтан қорқады. Күйеуім опасыздық жасайды деп қорқады. Қолындағы 1000 теңгесін 2000 теңге қылайын десе 1000 теңгемнен айырылып қалам деп қорқады. Қорқа береді, ол ештеңе жасай алмайды. Барымен базар, қой, тыныш отырайын деген қалыпты бір деңгейде отыра беретін адамдар болады. Яғни қорқынышы көп адамдар, біріншіден, олар бүгін қорқып қана отыр, ертең олар ауруға ұшырай бастайды. Өйткені денені адамның бойында қорқыныш, ол үнемі қорқыныш болып тұрмайды, ол ауруға айналады. Үнемі сіздің жүрегіңіз тарсылдай беретін болса, қорқа беретін болсаңыз, біртіндеп сіздің жүрегіңіз әлсірейді. Кеудеңіз мына жерден қысыла беретін болса, бронх астмадан басталады ол. Солай емес пе? Яғни өкпе-реніш те солай. Сіздің денеңіздегі қорқыныш, өкпе-реніш бостан-бос жатқан жоқ. Ол сіздің ағзаңызды жеп жатыр. Түсінікті ма? Сондықтан бүкіл денеңіздегі қорқыныштарды, өкпе-реніштерді біз тазалау арқылы сол орындардың барлығына махаббатқа толтырамыз. Тәніміз рахаттану керек. Мысалы, көп адамдар бар, мен ұйықтап жатсам, барлық дауысты естіп жатамын дейді. Ол не деген сөз? Миым ұйықтамайды деген сөз. Миы демалмайды. Ондай адам шаршамағанда ол не істейді? Шаршай береді. Күн-түн шаршап отырады. Ол түк істемейді, таңертең тұрады, шай ішіп отырып шаршап отырады. Біз ойлаймыз ғой, ауыр жұмыс істеп шаршайды, адам шаршады, байғұс азаннан кешке шейін жұмыс. Жоқ, адам былай құр отырғаннан шаршайды. Ми шаршайды. Ми шаршағанда адам шаршайды, энергиясы құлайды. Ол адам қауқарсыз, ол адам әлсіз, дәрменсіз. Енді қараңыздар, ақшаға байланысты айтатын болсақ, көбінесе мынандай нәрсе айтамыз. Ақша көп еңбек еткен адамға келмейді. Оны мен миллион рет айтып жүрдім, миллион бірінші рет тағы да айтамын. Ең ауыр жұмыс істейтін адамдардың ақшасы өте аз болады.
мейрамхананың директоры кабинетінде отырған адамның ақшасы көп па? Азаннан кешке шейін күніне 300 адамға той жасайды. 300 адамның ыдысын жуып, полын жуып, сол жерді тазалап кеткен адамның ақшасы көп па? Ойланып қараңыз. Мұнайшылар. Мұнайдың ең басында кабинетінде отырып, келісім шарт жасап отырған адамның ақшасы көп па? Азаннан кешке шейін сол мұнайды қазып, алып, өндіріске жіберіп жатқан адам ақшасы көп па? Білесіздер. Ақша ауыр еңбекке келеді деген бұл қате пікір. Бұны айтқан кезде мен бір халықты жалқаулыққа, масылдыққа үйретіп жатқан адам сияқты көрінуі мүмкін. Жоқ. Мен сіздерді жалқаулыққа үйретпеймін. Мен сіздерді қиналмауға, оңай өмір сүруге шақырамын. Сіз өмірді оңайлатсаңыз оңай болады, қиындатсаңыз қиын болады. Қараңыз, өмір сүру қиын деп ойлайтын адамдарда энергия өте аз болады. Тез шаршайды. Күші жетпейді ештеңкеге. Бар күші тамақ ішуге, жуынуға, үйін жинауға, соған ғана жетеді, бітті, сонымен шаршап қалады. Енді қараңыздар, маған өзіме келетін ең көп еститін сөзім қандай? Сіз қалай шаршамайсыз дейді. Кеше Стамбулда отырғанбыз таңертең. Кеше кешкісін мен уже Астанада болдым. Бүгін түсте Шымкентте болдым, қазір мен Алматыда отырмын. Бір адамдар Таразға барып келу үшін 3 күн дайындалады. Келгеннен кейін 2 күн ұйықтап жатады. Жол жүріп келдік қой біз дейді. Энергиясы жетпейді. Яғни ақша көп жұмыс істейтіндерге емес. Ақша көп білім алатындарға емес. Ақша кімдерге келеді? Энергиясы көп адамдарға келеді. Реніш пен қорқыныш энергияның хас жауы. Мысал үшін мына суға бір тамшы бояуды құйып жесем, бұл ішуге жарамайды. Бұл улы зат болып қалады. Сол сияқты, мынау сіздің энергияңыз болса, бір тамшы қорқыныш түсті ме, сіздің энергияңыз түкке жарамай қалады. Қорқынышпен жұмыс жасаудың маңыздылығы осында. Дәл осы жерде бүгінгі сабағымыз ақша психологиясы деп аталатынын ескеріп, осы жайында мықты ақпарат бергім келіп отыр. Мен өткен сабақта да айтқан болатынмын. Брайан Трейси не деді? Бай адам деген қорқыныш жоқ адам деді, ақшасы көп адам деген жоқ. 1000 жерден сенің ақшаң көп болса да, қорқынышың көп болса, сен ол ақшадан айырыласың. Мысалы, болады ғой, бір адам ұсталып қалып, барын беріп жүріп, түгелін беріп, әрең құтылды деп айтамыз ба? Айтамыз. Яғни, адамды алға жетелейтін сенімділік. Адам қорқынышынан арылған сайын сенімді бола береді. Сенімді бола береді. Мен өте көп миллионерлермен жұмыс жасаған кезде, олардың мышлениясын, олардың ақша таба алмай жүрген адамдармен айырмашылығын, ара-жігін анықтап келеді көбінесе. Ақшаны көп табатын адамдар өте сенімді. Өзінің не істеп жүргеніне, өзін барлығының сыйлайтынына сенімді. Түсінікті айттым ба, түсініксіз айттым ба білмеймін, қараңыз. Көп адамдар ойлайды, мен ақша тапсам, мені бәрі сыйлайды. Мені бәрі құрметтейді. Әр адамның ішкі өзі жайындағы ойын басқалар көзіне көрсетеді. Мысалы, сіз, мен ақша тауып жүрмін, мен өте жақсы киініп тұрмын, мені бәрі сыйлайды деп ойласаңыз, тура солай болады. Сіз айтасыз, айттым ғой әні, мен ақша тауып едім, сыйлай бастап. Ол сіздің ойыңыз ғана еді. Егер сіз менің ақшам жоқ болса да мен сыйлымын дейтін болсаңыз, әлбетте сіз сыйлайды. Мысалы, көп әйелдер айтады, менің күйеуім маған опасыздық жасады, мені жақсы көрмей жатыр дейді. Мен сұрақ қоямын, сіз өзіңіз қаншалықты жақсы көресіз? Мен өзіме көңіл бөлемін, мен спаға барамын, массажға бару өзімді жақсы көремін деген сөз емес. Ішкі жан дүниеңізге үңіліңізші. Қорқыныш бар ма? Реніш бар ма? Претензия, кінәлау бар ма? Ішкі жан дүниеңізде негатив көп болса, кім негативті жақсы көреді? Айтыңызшы, кім жақсы көреді? Біз айтамыз, көз адамның айнасы, адамның түсі игіден түңілме дейді, қазақтар айтады. Ішкі жан дүниесіне негатив көп адамның жүзінде нұр болмайды екен ғой. Нұр болмайды. Тағы да қайталап айтамын, ақша энергияға келеді. Бұның барлығының ақшаға не қатысы бар? Ішінде негативті программалары көп адамда энергия болмайды. Энергия төмен адамда ақша болмайды. Яғни біз осы уақытқа шейін сізге тәкаппарлықты сындыру деген сабақты, түп сана жайлы сабақтарды не үшін айтып келе жатырмын? Не үшін триггермен жұмыс, қорқынышпен жұмыс керек деп жатырмын? Өйткені бұл сабақтарды жасау арқылы, бұл тапсырмаларды орындау арқылы сіздің энергияңыз көбейеді.
энергия көбейген сайын сіздің өмір сүруге құлшынысыңыз артады. Ал өмір сүруге құлшыныс артылған сайын ақшаңыз көбейе береді. Құлшыныс. Ақшаны тапқан сайын тапқыңыз келе береді. Енді ең маңызды нәрсе, ақша болмай қалса, ақша таппай қалсаңыз, қайғырып, қиналып депрессияға түспейсіз. Неге? Өйткені сіз қалай ақша жасауды білесіз. Нан пісіреді алатын әйел магазинде нан сатылмай қалса не істеймін деп қиналмайды, ол үйде нан пісіріп жей береді. Ол оны уайымдамайды. Дүкенде болмаса, жоқ, үйде ұн бар, свет бар, тоқ бар, су бар, илеймін, пісіріп жеймін. Не проблема? Жоқ болса жасап аламын. Ақша да тура солай. Егер сіз ақша жасауды үйренетін болсаңыз, ақшаны сіз оңай өзіңізге шақыра алуды үйреніп алатын болсаңыз, ақша бітіп қалса не істеймін деп ойланбайсыз. Миллион, миллиард оқиғалар бар, білесіздер. Лотереядан ақшасын алып, 3 күннің ішінде қанша миллион доллар жоқ болып жүрген адамдарды білесіздер ме? Білесіздер. Ақшаны жинап пирамидаға салып, бір күнде айырылған адамдарды білесіздер ме? Білесіздер. Ақшаны жасай алмайтын адамдар, ақша қиындықпен келеді деген адамдар, қиналып тапқан ақшасы ағып кеткен кезде не істейді? Суицид жасайды, ішкілікке салынып кетеді, немесе наркотикке тәуелді болады. Өмірдің қызығы, мән мағынасы жоғалып, басқа жақтан, басқа әлемнен қызық іздей бастайды. Ең бірінші адамда ақшамен қарым-қатынасы жеңіл болу керек деп айтамыз. Ол қалай? Сіздің ақшамен қарым-қатынасыңыз қандай екен білу үшін мен сіздерге бірнеше сұрақтар қойып тест жасауыма болады. Қараңыз. Егер ақша жұмсап жатқан кезде сіздің жүрегіңіз қатты қағып тұратын болса, сіз ақшам азайып жатыр деген қорқыныштың үстінде жүрсіз. Ақшаны ештеңеге бергіңіз келмейді, барынша үнемдеген сайын ақша жеткізбейді. Ақша жетпейді деп көп айтатын адамдардың өмірінде реально ештеңе жетпейді. Ақшаның ең бір керемет техникасын айтайын. Егер сіз осы техниканы мықтылап үйреніп алатын болсаңыз, сізден бай адам болмайды. Бірінші, тәкаппарлықты сындырамыз. Екінші, қорқыныштарымызбен қорықпай жұмыс жасаймыз. Қорықпаңыз. Кез келген қорқыныштан құтылуға болады. Өмір бақи қорқып жүрдім деген адам жоқ. Бәрі уақытша құтыла аласыз. Тек өзіңіз қорықпасаңыз болды. Қараңыз, қорқыныш деген нүктедей ғана. Сіз үлкен адамсыз, сіздің салмағыңыз қанша? Мысалы, менің салмағым 60 килограмм. Мен 60 килограмм болсам, қорқыныш 6 грамм. Қараңыз, егер мен қорқыныштан қатты қорқа беретін болсам, қорқынышым 60 граммға көтеріледі, мен 6 граммға түсіп қалам. Түсінесіз ба? Ол кезде мен жеңілем қорқыныштан. Кімде-кім аурудан қорқады, ол ауру жеп өлтіріп бырақтырады сені. Кімде-кім кедейліктен қорқады, кедейліктің қамытын киіп алып отырады. Кімде-кім ажырасудан қорқады, ажырасады. Қорқыныштан қорықпай, қорқыныштың төбесінен қараңыз. Қорқыныш 6 грамм, кішкентай ғана. Мүмкін ол 1 грамм, мүмкін ол тіпті көзге түспейтін, ол бір шаңның тозаңындай ғана. Сіз оны қандай дейсіз, ол сондай болады. Егер үлкен десеңіз, ол үлкен болады. Сіздің ойыңыз бұл жерде ең басты рөлде. Сіз қалай ойлайсыз, солай болады. Ойыңызды өзгертсеңіз, бәрі басқаша болады. Енді қараңыздар. Ақшамен жеңіл қарым-қатынас жасау дегеніміз ең бірінші. Ақшаны тапқанда бәріміз де қуанамыз. Бәрі қуанады, қуанбайтын адам жоқ. Ақшаны алған кезде бәріміз де рахаттанамыз. Жеңіл, ақша жеңіл, алған кезде жеп-жеңіл күшті отырамыз. Ақша қолыңыздан кетіп бара жатқан кезде сіздің көңіл күйіңіз қандай болады? Ақшам азайып бара жатыр деп ойласаңыз, ақшаңыз азаяды. Мына дүниені қымбатқа алдым, бәрі қымбаттап кетті десеңіз, сізге 100 теңгенің суын басқа бір 300 теңгеге ұсынатын болады. Сіз айтасыз, мынау деген қымбатшылық деп едім, су қымбаттап кетіпті ғой. Негізінде 100 теңгеден толып тұр алтын ордада. Бірақ сіз өзіңіз қымбатшылықты шақырып тұрсыз. Өйткені сіздің миыңызда бәрі қымбаттап кеткен деген программа бар. Сіз миыңыздағы мен үшін бәрі оп-оңай, мен үшін бәрі қолжетімді, мен үшін барлығы арзан деген программаны тұпсанаға кіргізіп тастаңызшы. Осы флешкаңызға, осы программаны кіргізіп тастаңызшы. 100 миллионның үйін біреу сізге 50 миллионға алшы деп жалынып келетін болады. Қымбат дүниені арзанға ұсынатын адамдар келеді сізге. Айнала сіздің айнаңыз. Арзан десеңіз арзан болады, қымбат десеңіз қымбат болады. Түсінесіздер ме? Барлығы сіздің ойыңыздың көрінісі. Ақшамен жеңіл қарым-қатынас жасау дегеніміз. Әрине,
10-ақ мың теңгесі бар адам 5 мың теңгеге зат алғанда, әрине оның жүрегінде қорқыныш пайда болады. Мына қалған 5 мың теңгеге не істеймін мен? Мына 5 мың теңгеге түкке жетпейді ғой деген ой, біз қаласақ та қаламасақ та келеді, ол ойдан біз по-любому қорқамыз. Сол үшін не істейміз? Біз миды алдаймыз. Мида көз жоқ, мида құлақ жоқ. Ми фильтрация жасай алмайды. Ештеңе етпейді, 5 мың теңге бәріне жеткізем деп, ол оны ойлай алмайды. Сондықтан бағана айттық қой, косметологқа мені қалай сендіреді адамдар? Немесе мынаны алшы, мынау күшті, мынау стақан сынбайды, мынау стақан керемет, бұл арнайы әйнектен жасатылған, бұл микробтың бәрін жоқ қылып жібереді десек, мен 100 теңгенің стаканын 1000 теңгеге алуға дайынмын, өйткені мен оған сендім. Сол сияқты тұпсанаңыз сендіріңіз. Менің қолымда 5 мың емес, 500 мың бар деп алдыңыз. Тұпсана білмейді. Тұпсана сіздің қолыңызда қанша ақша бар екенін білмейді. Оған қанша ақша бар екенін айтатын сізсіз. Сіз мына стақан сатушы сізге стақанды қалай керемет екенін сендіріп тастады. Тура солай өзіңізбен өзіңіз отырыңыз да, өзіңізді сендіріңіз. Өзіңізді сендіріңіз. Маған бәрі қолжетімді, мен үшін бәрі оңай деген пікірге, ұстанымға өзіңізді сендіріңіз. Маған бәрі оңай келеді. Алғашқы 20-28 күнде өте қиын болады. Оңай деген сайын қиын болып кетеді. Ұрыспайым деген сайын әркім сізге тиісетін болады. Сіз қорықпайым деген сайын сізді әркім қорқытатын болады. Алғашқы 20-28 күн ғана қорықпаңыз. Одан кейін бүкіл ағза, бүкіл миыңыз, санаңыз, тұпсанаңыз, бейсанаңыз сізге сенетін болады. Бұлар өз жұмысын жасайды. Сізді демалдыратын болады. Сізге оңай әкелетін болады. Ақшамен жеңіл қарым-қатынас жасау дегеніміз ақшаны жеңіл жұмсау. Жұмсаған кезде қараңызшы, сіз ақшаны ұшырып жіберген жоқсыз ғой. Сіз дүкеншіге бердіңіз, орнына сүт алдыңыз, сіз ұн алдыңыз. Сіз алған затыңызға фокус қойыңыз, кеткен ақшаға фокус қоймаңыз. Біз ақша жұмсағанда ақшаға фокус қоямыз, ақшам азайып жатыр дейміз. Біз алып жатқан нәрсені көзіміз көрмейді. Түк келмеген сияқты оған. Түк келмеген емес, келіп тұр қолыңызға. Қараңыз. Ақшаға қараңыз, сүт алдым, ұн алдым. Мен қанша күн маған тамақ болады мынау. Міне, осыған жете алмай отқан адам қанша? Байлық деген осы. Кетіп қалған ақша мені кедейлендірмейді. Сол ақшаға келген зат мені байтады. Бұл жерде біздің негативке үйренген, жоқшылыққа, кедейшілікке үйренген миымыз әрине бірден келіспейді бізбен. Қойшы, бұл сүт не, бүгін ішесің, ертең жоқ. Болды, мына ақшаң азайып жатыр. Қымбат жатқан өтірік емес қой деген сияқты бұл сізбен қарсыласады. Өзіңіздің ойыңызды жеңілсеңіз, сізден мықты адам болмайды. Тағы да қайталап айтамын. Алла тағала бізді байытатын, бақытты ететін, өмірімізге ықпал ететін ең мықты инструмент, ең мықты құралды өзімізге беріп қойған. Тұр міне басымызда. Не туралы ойлап жатырсыз? Қалай ойлап жатырсыз? Ақша келгенде кеткенде не оны ойлайсыз? Айналаңызда нені көріп жатырсыз? Көрген кезде не ой келеді? Енді қараңыз. Ең бүгінгі күннің ең мықты фишкасын, ең мықты инсайтын айтайын. Осы дүниені жасауды 21-28 күн әдетке айландыратын болсаңыз, сіздің өміріңізде небір таңғажайыптар болады. Ол қандай техника? Қараңыз. Мысалы, адам бір стакан суға шөлі қана ма? Қанбай ма? Бұл су сізге аз ба, көп па? Бұл да сіздің өзіңіздің қабылдауыңызға байланысты. Мынау су түкте болмайды, ойбай ай, мына 10 бөтелкені әкеп қойшы дейтін болсаңыз, әрине сіздің оңайлықпен шөліңіз қанбайды. Қараңыз. Мен үнемі айтатын бір методикам бар, соны тағы сізге айтайын. Қараңыздар. Мысалы, адам лимон жеген кезде, лимонды құр өзін жесе, оның асқазаны, тамағы өңеші бәрі күйіп кету керек та. Өйткені лимонда қышқылдық өте басым. Бірақ біздікі неге күйіп кетпейді? Алла тағала сондай керемет құдіретпен бізді жаратқан. Біз қышқыл тамақ жеген кезде біздің ағзамыз өте үлкен көлемдегі сөлді бөле бастайды. Осы сөл мен қышқыл араласқан кезде оның қышқылдық құрамы басылып, мынау бізге жұмсақ болып барады асқазанымызға. Солай емес пе? Енді қараңыздар. Мен қазір сізге айтып жатырмын. Сіздің қолыңызда бір кесек лимон бар. Енді осы лимонды сығыңыз жақсылап. Енді осыны шайнаңыз, көзіңізді жұмып елестетіңіз, шайнаған кезде аузыңыз сілекейге толып кете ме? Менікі толып кетті. Мен лимон жеп жатырмын.
қышқыл аузыма келіп жатыр, мен сезініп жатырмын. Мен миым айтты, мен лимон жеп жатырмын дедім. Мидың көзі жоқ, қой лимон жеп жатқан жоқсың, сен құр босқа салпылдап сөйлеп отырсың деп сілекейді бөлмей қойған жоқ. Ми сеніп қалды маған. Ол сілекейді лимон жегенде бөлінетін сөлді қазір бөліп жатыр. Міне қараңыз, менің аузым сөлге толып қалды. Көрдіңіз бе? Қажетті сөлді маған бөліп, асқазаныма өзінің сигналын жіберді. Асқазаным, ағзам қажетті сөлді бөліп, жаңағы лимон жегенде сөлмен қышқылды қорытатындай өзінің жұмысын жасап жатыр. Былайша айтқан кезде. Гранат та солай. Гранатты қазір бүйтіп шайнап жеп жатқаныңызды елестетсеңіз, аузыңыздан сөл бөліне береді. Солай гранатқа байланысты қышқылдыққа, мысалы, қажетті сөл бөлініп, сол гранатты қорытатын жұмыстар ағзамда басталып кетті. Қараңыздар. Менің ағзамда жай ғана лимон шайнап жатырмын деп бір ауыз өтірік ақпаратты бере салып едім. Аузым сілекей бөліп, оны қорытатын жағдайлар жасалынып, ағзам өзінің жұмысын астан кестең болып жасап бастап кетті, өзі кірісіп кетті да. Қараңыз. Сол сияқты ми білмейді, менің қолымда $5 ма, $50 ма, $500 ма, ол білмейді. $5-ға $500 ұстағанда рахаттансаңыз, ағза өз жұмысын жасай береді. Сіздің денеңізді рахаттандыра бастайды. Сенің ақшаң көп деген нәрсеге сізді сендіре бастайды. Енді қараңыз. Техниканың аты молшылық деп аталады. Ең бірінші техника қалай жасалды? Айналада молшылық іздеу. Мысалы, мен алғаш осы молшылық техникасын Джон Кехадан үйренгенмін. Мен қалай жасадым? Менде мүлде ақша болған жоқ. 16-17 жылдар менің өмірімде өте үлкен кризис болды. Мен кәдімгі мына бутылкенің түбіндегі жатқан, жылан сияқты жатқан едім да. Өзі мен мынандай түбіне түсіп кеткен дно дейміз ғой. Ең проблеманың түбіне түскен адамдармен жұмыс жасаған не үшін жақсы көремін? Өйткені бұл адамдар оңға, солға лағып кетпейді. Бұларда бірақ жүретін жол бар. Ол тек қана жоғары кету болды. Надан шығу үшін тек жоғары кетеді олар. Сондықтан қараңыздар, осындай днода жатқан кезде маған кім қандай техника берді, мен соның бәрін жасадым. Және 100% емес, 1000000% сол нәтижесін көрдім. Үйімді де алдым, көлігімді алдым, бала-шағама да үй жасадым, заводымды соқтым, өзім командамды жасақтадым деген сияқты өте көп нәтижелер болды. Сол кішкентай ғана молшылық техникасынан бастау алған еді. Сонда Джон Кеханың үйреткен, қараңыздар, айналадан молшылық іздеу. Мысалы, мен талдармен келе жатқан кезде айналаға қарағанда не деген көп жапырақтар, не деген көп талдар, молшылық па? Мол ғой, мол. Немесе түнгі қарай аспанға қараймыз, 1 жұлдыз, 2 жұлдыз, 3 жұлдыз, сан жетпейді. Не деген көп жұлдыздар, молшылық па? Молшылық. Менің миым фильтр жасай алмайды. Жұлдыздың саған қатысы жоқ, ол жұлдыз мол болғанымен сенің ақшаң жоқ деген фильтрация жасай алмайды. Ми молшылықты молшылық деп қабылдайды, және сізге кез келген нәрсені молынан әкеп береді. Егер сіз проблема көбейіп кетті десеңіз, мида фильтр жоқ, проблемаларыңызды молынан береді. Егер сіз ризық молынан десеңіз, мысалы үшін мен мәссаған, бүгін мен бір мороженое жейін деп едім, 4 мороженое бірақ әкепсің ғой сен дейтін болсаңыз, яғни біз әр нәрседе молшылық көретін болсақ, ми біздің қалаған дүниемізді молынан әкеліп тұратын болады. Мысалы үшін күйеуіңіз сіздің мүлде гүл әкелмейтін шығар, бірақ ол үйге келе жатқанда нан ала келші, нан алып келеді ғой. Алла разы болсын, жаным саған үлкен рахмет, сен бүгін мені өзі барып неге нан алмайды, нан әкелу әйелдің жұмысы демей, жолдан келе жатып, шаршап келе жатсаң да нан алып келіпсің ғой, саған рахмет айтамын, үлкен рахмет осы деп, кішкентай ғана бір нанды дүкеннен соғып әкеле салған кішкентай ғана ықыласын молынан, мол махаббат көретін болсаңыз, күйеуіңіздің тарапынан махаббаттың қалай асып төгіліп кеткенін сезінбей қаласыз, ол өте көбейіп кетеді. Түсінесіздер ме? Айналадағы адамдардың сезіміне молшылықпен жауап беріңіз. Сізге жай ғана, сізге мүмкін бір шоколад бере салады ба, сіз оны үлкен байлық деп қараңызшы, молшылық деп қараңызшы. Жай ғана су ішкен кезде бір ақ стақан су емес, бір стақан су, шөлім қанды, не деген дәмді су, молынан. Сол кезде біз айналамызда молшылықты сезінген кезде, мысалы үшін бізде мынандай нәрсе бар. Мына жерде бір ара жігін айырып алатын дүние бар. Бізде қараңыздар,
біз марафонға қатысушыларға көбінесе KonMari әдісін беретінбіз не үшін? Кедейлердің көзі тоймайды деп айтамыз, иә. Мысалы, холодильникті ашқан кезде толып тұрады, иә. Судай өтіп кеткен томат, беті көріп кеткен томат, судай өтіп кеткен майонез салатқа қосып жеп қоямыз. Майдың бетін алып тастап астын қуырып, жұмыртқа қосып тастаймыз деген сияқты. Томаттың бетін алып тастап астын тамаққа қосып жібереміз деген сияқты, иә. Көзімізге көп болып көрініп тұру керек. Түкке қажетсіз дүниелер көп болып тұру керек. Немесе шифоньерді ашып қалсам, киім көп та, бірақ киетін түк жоқ. Жаңа жағдайы сәл жақсарған әпкемізге, жеңгемізге беріш деп киімдерді ала береміз, үйге беретін. Ондай жағдайлар да болады да. Қараңыз, молшылық менен бастау алады. Түсінесіздер ме? Менен бастау алады. Молшылық көру деген кезде біз жақсы нәрселерді молайтуымыз керек. Мысалы, үйге сынық посудаларды, жаңа сынып кеткен, бояуып кеткен, баяғы 45-ші жылғы, 37-ші жылғы ыдыс-аяқтың бәрін жинап, мол ыдыс-аяғым бар деген нәрсе болмайды бұл жерге. Өйткені сенің көзің көріп тұр. Сенің көзің көріп тұр. Әдемілікке, жақсы дүниеге, сіздің көзіңізді қуантатын дүниелерді молынан қабылдау деп айтсақ болады. Осы жерде көп нәрсе кішкене сәл кішкене бізге бір ұқыптылық керек, өйткені жаңағыда көп киімді де молшылық деп қабылдасақ, көп тамақты да молшылық деп қабылдасақ бола ма деген дүние болады, иә. Жинай беру, естеріңізде болсын. Бұл ең кедей адамның психологиясына жатады. Жинай беру. Яғни, жинай берудің артында не бар? Ертең өзім зар болып қалам осы нәрсеге. Мына беті көгерген томатты жеп қоймасам, ертең осыған зар болып қалам. Бұл да тамақ, бұл да ақшаға келеді деген дүниелер бар. Ескінің орнын жаңа басады. Еш нәрсені өзіңізге байлап ұстамаңыз. Кез келген дүниені, жақсы киіміңіз, жаман киіміңіз оңай босатып үйреніңіз. Ақшаны оңай босатып үйреніңіз. Мына есіктен кетіп жатса, мына есіктен келіп жатады. Оңай кетсе, оңай келеді. Ал енді мына киімнің бәрін жібермеймін, өзім кием, арықтаған кезде кием дейді. Мысалы үшін 10 жыл саған көйлегі бар. Мынаны баяғы 48 кило болғанда кием, енді арықтағанда кием дейді, арықтамайды, семіріп бара жатыр. Енді берсеш, ой, ертең қызым өскенде киеді осыны. Көз қимайды, бергісі келмейді. Бергісі келмеудің артында қандай қорқыныш бар? Тағы да кедей болып қалсам, осы нәрсеге зар болып қалам деген қорқыныштар бар. Осы нәрсенің ара-жігін айырып, көзіміз сүйсінетін дүниелерді молшылық іздегенде, ішкен жеген тамағымызда молшылық көрген кезде, тіпті сіз салмағыңызды реттеп аласыз. Мысалы үшін, бір ғана бауырсақты молшылық деп біз апыл-ғұпыл жейміз де, 2-3 күннің тамағын тойып жеп алайын, ертең осы тамаққа зар болып қалам деген кедейшілікпен, қорқыныш, қомағайлықпен жейміз. Бір ғана бауырсақты махаббатпен жеңізші, сіз тойып қаласыз. Бір ғана тамақты жеп алыңызшы, махаббатпен, рахаттанып. Ағзам нәрленді, Аллаға шүкір тойдым, сіз тойып қаласыз. Негізі молшылық состояниясы деген нәрсе ол адамға спокойствие әкеледі. Ал енді ашкөзденіп жүгіру, көп алып қалсам, көп жеп қалсам деген дүние ол сізді атқалақтырып жібереді. Ол сізді наоборот кедейшілікке емес, жоқшылыққа алып келіп қалады. Сондықтан барлық нәрседен молшылық көру. Не деген көп қар жауып жатыр, жаңбыр жауып жатыр, молынан, шелектеп жауып жатыр, қандай керемет, жұлдыздар қандай көп. Кеңістікте ауа өте көп, ауа деген. Адамға ең қажет нәрсе ауа. Бірақ біз ауа бітіп қалса қайтеді деп уайымдамаймыз ғой. Молынша пайдаланамыз, сол үшін оның қадірін біліп жатқан жоқпыз. Бізге негізі ең керек нәрсенің бәрін Алла тағала молынан бергенде, бірақ бізге тегін берілген нәрсенің құны болмайтын сияқты, біз оны бағалап байлық деп қабылдап жатқан жоқпыз. Қарапайым судың өзін молшылық, байлық, адамның өмір сүруіне ең қажет нәрсе су ғой, молынан тұр ғой деп түсініп, осы нәрсеге миыңызды үйретіңізші. Менен бай адам жоқ. Ауа тегін, су тегін, наным бар, далада отырған жоқпын. Менен бай адам жоқ деп айта беретін болсаңыз, миыңыз соған сенеді, және шындығында да сізден бай адам болмайды екен. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.